Ардақты ұстаздар мен ата-аналар, саналы тәрбие мен сапалы білімнің алтын діңгегіне айналған қадірлі қонақтар, асқақ армандарға жол ашқан қымбатты бүлдіршіндер. Бүгін біз сіздермен бірге Шамшырақ ұлттық мектебінің 1 жылдық мерейлі белесіне куә болғалы жиналып отырмыз. Бүгін ұлттық болмыс пен руханияттың қайта жаңғырып, ұрпақ тәрбиесінің жаңа белесін бастаған айтулы күн. Шамшырақ ұлттық рухтың бесігі. Бұл жай ғана атау емес, көзіміздің нұры, болашағымыздың тұтқасы, жүрегіміздің түбіндегі елдік мақсат. 1 жыл бұрын алғаш шырағын жаққан осы мектеп бүгінгі таңда тамыры терең, тәрбиеге негізделген, өз жолы бар бастауыш білім ордасына айналды. Ұлт болашағы бүгінгі ұрпақ тәрбиесінен басталады. Сол ұлы міндеттің бастауы балабақша. Осы орайда ерекше атап өтетін маңызды бір сабақтастық бар. Бүгінгі Шамшырақ мектебінің негізін қалаған рухани тамыр Диди балабақшасы. Диди сәбидің алғаш қазақша сөйлеп, ұлттық ойынмен ойнап, салт дәстүрмен сусындаған алтын бесігі болса, Шамшырақ сол руханиятты ары қарай жалғаған, білім мен тәрбиеге ұласқан рухты мектепке айналды. Шамшырақ осы екі білім ордасы баланың бесік тербеткен шағынан бастап, үлкен өмірге бағытталған баспалдағына дейін бір тұтас жүйеде үндесіп, үйлесіп келеді. Құрметті қауым, бүгін біз үшін ерекше күн. Бұл мерекелік бағдарлама 1 жылдық ізденістің, ерен еңбектің, білім мен тәрбие жолындағы батыл қадамдардың көрінісі. Бұл іс-шара мектеп ұжымының, ата-ананың, оқушы жүрегінің тоғысқан бір нүктесі. Мектепте білім беріп жүрген ұлағатты ұстаздарымыздың арқасында бала жүрегіне ұлттық болмысты дарыту басты мұратқа айналды. Осы 1 жылда біз тек оқулықпен емес, домбырамен ойнап, абаймен ойлап, Алиханмен толғанып, алаштықтар жырлаған рухани жолды таңдадық. Осы қуанышты сәтімізді бізбен бірге болуға арнайы келген құрметті Алматы қаласы білім басқармасы, Әуезов ауданы білім басқармасы, сондай-ақ біздің сүйікті де сүйкімді ата-аналарымызға жылы лебізімізді білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгін сіздердің алдарыңызда 1 жыл ішінде өнермен өрілген, рухпен тәрбиеленген жас жеткіншектер сахна төріне шығады. Олардың әрбір қадамы ұлт болашағына басқан алғашқы қадам. Әрбір сөзі ұлттық тамырдан бастау алған өшпес мұраның айғағы. Бүгін біз өткенге тағзым жасап, болашаққа үмітпен көз саламыз. Сіздерді Шамшырақ ұлттық мектебі даярлаған жүрек жылуы мен мағынаға толы бағдарламаны тамашалауға шақырамыз. Рахмет.